құрақ құрап жатырмыз. Сен осындай құрақтарды әжеңнен үйренуің керек, Айша? Мына құрақ көрпешелерді мына қыздар кеткенде, келіндері кеткенде құралып кетсін деп құраймыз, Мынау не зат? Қазір жаңа неміз айтты. Мына құрақтарды бүйтіп сен менен үйрен, мен мынаны тігіп отырмын, сен осындайға ертең үлкейгенде тігесің, үлкенде әжелер үлкен апалардай болған кезде, Мына қара, маған қарап отыр, мен істегенім сен де ертең істейсің бе, Айша? Мен істейсің, Көрдің бе, Айша? Мына құрағымыз мысалы ши құрақ деген бұлар. Ши құрақ мыналар да, Мыналар қазақша оюлар, ою құрақтарымыз. Әр түрлі түсті болады бұлар. Мыналар не зат? Мынау не зат, Айша? Не мынау, Айша? Түйеден біздер түйе сауамыз, оның сүтін ішеміз, құрт қаймақ жасаймыз түйенің сүтінен де. Мынандай әжең тіккен затынан үйренесің ба сен ертең үлкейгенде? Әжең ұқсап тігесің ба? Молодец, әжесі ұқсап тігеді ертең. Көрпеше құрайды ертең. Қазақша ою көрпешелер құрайды. Солай ма, Айша? Міне, көрдің ба? Қазақтың біздің ертеден келатқан салтымыз, мына құрақты қиып не алғанда ол мынау қызыл, мынау жасыл біле көк, мынандай алды. Көрдің бе, мынау қазақша ою құрақ, Айша. Ертең әжең істеген істейсің ба сенде? Оюлар көп, әр түрлі оюлар бар, әр түрлі оюлардан көрпеше жасаймыз.